Біз не айтарымыз білмейміз да, мысалы ше, аналар өздері біледі ше, уже не айтатынын. Иә. Ана Еркебұланға лавовой жалатты ма? Уже біз істегеніміз ұят та, бізде мына жерде қанша адам, біз ғана емес, уже біздің үлкен ағаларымыз, басқа да адамдар отырады ғой. Енді қара, жаңа сендер ұқтыңдар ғой. Мхм. Сол кезде істеді ғой ар жақ. Иә. Енді сендер келгеніңізде істемедіңдер ме? Біз айтпадық қой, біз желание айта алмадық та, не айтарымызды білмейміз да. Бізге айтады сүйсіңдер дейді, қалай қуама ол, қалай сүйсеміз біз? Өзімен өзі өздерінің бағыттарыңды ары қарай жақсартып кете бергендерің дұрыс болады. Өйткені сендердің контенттерің именно осы нәрселермен қызық болып отырсыңдар халыққа, осы нәрсені ары қарай дамытып, халыққа көңіл күй сыйлап, жақсылықта жүре берсеңдер дұрыс деп ойлаймын өзім. Көресіңдер, мен өзім мысалға жаңағыдай, егер жаңа спорға болғанда білгенімде, мен просто тамашалап, қарап отыратын едім. Жатам деп. Өздеріне просто дұрыс емес та. Бір-біріңе ертең бір-біріңе жек көріш болып қаласыңдар, ол по-любому адам болғаннан кейін қателесушіміз, кейде жаман нәрсе айтып, жаман задание беріп қоясыңдар, или ол жақтан жаман задание келеді. Итогында не болады? Өздеріңе де, өзгеге де зиян болады. Арттарынан көріп жатқан жас жігіттер болуы мүмкін.